Тастың ішінен ойылып жасалған қала туралы естідіңіз бе? Бұл қала құпиясын мыңдаған жылдар бойы сақтап келген Иорданиядағы Петра қаласы. Бұл қала қызғылт қала деп аталады. Себебі оның ғимараттары қызғылт қоңыр құмтас жыныстарынан ойылып жасалған. Петра біздің заманымызға дейін 4 ғасырда Набатейлер патшалығының астанасы болған. Қаланың ең танымал жері қазына деп аталатын Әл-Хазни ғимараты. Ол тік жартастардың ішіне ойылып салынған және биіктігі 40 метрді құрайды. Петра қаласы 1812 жылы швейцариялық зерттеуші Йоганн Людвиг арқылы қайта ашылғанға дейін батыс әлемі үшін жоғалған қала болып саналды. 1985 жылы Петра ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілді және 2007 жылы әлемнің жаңа 7 кереметінің бірі болып танылды. Петраға кіру Сик деп аталатын тар әрі ұзын шатқал арқылы жүзеге асады. Бұл жердің ерекше атмосферасы мен сәулет өнері жыл сайын миллиондаған туристерді қызықтырады. Осындай ерекше мекенге барғыңыз келе ме? Пікір қалдырып, ойыңызды бөлісіңіз. Арнаға тіркеліп, жаңа қызықты видеоларды жіберіп алмаңыз.